Assalamu alaikum amege. Yani hürmetli mına kartan bir kur hem ayın atkaşıp kalay kıpşakladı. Niye tuttu yakladı. Ben bir жақында bir haber estim. Şomay'ın jigitleri Vengriya kalasına bargan eken. Soyaqtın önpazların şahırı boyunca hazır so bargan adamların biri Şomanaylı Tobanazar pazartın өзүнөн исек нәрсенлерин. Ояққа неге барды, қалай барды? Ояқта кімдерді көріп қайтты? Не хақында? Олар не үшін шақырған? Сол хақында бәрін сөйлесеміз. Ал Тобаназар, сондай бір жаңалық естідік, сондай Венгрияға сіздерді шақыртты деп барып қайтқан екенсіздер. Кімдермен бардыңдар, қашан бардыңдар? Ояққа не үшін сіздерді шақырды? Солар хақында сөйлеп берсеңіз. Ассаламалейкум бәршеге. Міне шүкірлігім айтып өткендей 2025 жыл декабрь айының 10-17 аралығында сол Венгрияға, Венгрия сапарына Шоманайлы, Жұмабай аға, біздің Мұратов һәм Қуанышбай аға, Қожаниязов, мен үшеуміз сол шақыртумен Венгрия қаласында сапарға болып келдік. Венгрияға барғандағы мақсат ол ояқтан міне Аққұскерей, Дауытқара, Левенте, Ателло деген сол Венгриялы алым нелер келіп, зерттеулер жүргізілген, сол зерттеулерде біздерді запись етіп еді, осы жерде халық қосықларын, сол Қарақалпақ халқының милли көркем өнері бойынша. Сол өзінің халқына таныстырып, һәм біздерді шақырып, сол жерде көрсетіп, бірнеше концертлер бердік, үлкен қалаларында, одан кейін ауылдық жерлерінде, күнде, сол 5 күн давамында концерт бердік. Сол 5 күн давамында концерт беріп, сол Венгрияның сол нелерімен таныстық, қаласымен, жүдә бір міне Венгрия деген бір шырайлы қала екен, Дунай дариясының бойында жайласқан, Дунай дариясының бойында, екі бойында, Дунай дариясының бір қапталының Пеш дейткен, бір қапталының Буда дейткен. Будапешт деген, басқа қаласы Будапешт деген. Сол бір күн қыдыруға миясар болдық, сол бір күн қыдырып, сол қалаларын қыдыртты, һәм міне бір айта өтетін жері міне Қоңыратлы Исақ Молланың қабірін зияратладық. Суретте көріп тұраларыз неге? Білетін көпшіліктер бар, Қарақалпақта көпшілік біледі, ол Қоңыратлы Исақ Молланың сол Венгрияда жерленген, соның қабірін барып зияратлау алла біздерге нәсіп етті, сол зияратлап қайттық. Енді бұл атамыз кімдердің ұрпақтары болған деді бағана? Сулайман Бақырғани, әкім атаның 7-ші әулетінен деді, Қоңыратлы Исақ Молла сол Арман Бамбери менен біргелікте шығып кетіп, сол жерлерге шығып кеткен. Сол енді қызығушылар, соның еледі қызығып, жақсылап біліп аламан дегендер болса, Шоманай районы орайлы кітапханамызда бұның Дәруш деген Кеңесбай Каримовтер ретімен жазылған кітабы бар. Дәруш деген кітап. Сол кітапты алып, егерде оқыса, қызығушылар жүзде жақыннан танысып алады. Қасындағы тұғылар бойынша қайтып өзің да? Қасында мынау Дауытқара, ұзын тұрған Дауытқара, одан соңғысы Қуанышбай ағаның қасындағы Аққұскерей. Бұлар Қарақалпақ па да? Қыпшақ, Аққұскерей Қыпшақ, Дауытқара неміс, анасы Қыпшақ майлы балта, анасы. Бұл шетіндегі Ателло, олам Қыпшақ, одан кейін Левенте, Сак ол. Левенте мына шеттегі мұтлашы. Саклар дейсің. Бұл жаққа 2021-де келді, 2021-ден кейін және келді. Келіп сол біздерден халық қосықларын жазып алды, жазып алып сол ауылына барып, өздерінің қосықларымен салыстырып, біздер концерт уақытларымыз, мынандай концерттер бергенбіз. Түс концертлерде біздер Қарақалпақша қосық айтсақ, біздерден кейін олар сол қосыққа ұқсас өздерінің қосығын атқарды. Әрқайсысы 5 жерде концерт бердік, сол залларда мәдениет орайлары, мәдениет үйлері дейді. Сол мәдениет үйлерінде, одан кейін сол конференция қылып өздеріне таныстырып, Қарақалпақ жерін, Қарақалпақтың қосықлары хақында, Қарақалпақтың жасау һәм табиғат хақында өздеріндегілерге сондай кеңінен түсініктер береді. Одан соң Қарақалпақтың жақта жастарымен ұшырастық, оқып жатырған. Мына бала, одан кейін мына қыз, мына бала өздерінің сол тараулары бойынша магистратурада оқып жатқан екен. 3 жыл давамында оқиды екен сол.
Мына бағана бастар Қыпшақ даласына келіп түсіріп едім, мына карта бойынша шығып жатқан түсінік берсең да. Енді бұл картаны енді сондай өзімнің қызығушылығыммен Левентеден алғанман, енді бірақ бұның жылыларын алмаппын, қай жылға тиесілі, қай әсірге тиесілі. Осы карталарды алдым, мұнда карталарда анық жазып көрсеткен Найман хандығы, мына жерде Қарақытай мемлекеті, Қыпшақ даласы, Қыпшақ қалдығы мұнда. Барлығы Украина болған бұрын әзірге. Бұрын Украиналарда. Соның барлық Қыпшақтың жері болғанда, иә? Ава, мұнда. Сондай картада сөйтіп көрсетіп қойған. Соң үшін өзім қызып алып едім. Енді мына Молла Саққа мектептің болсақ, Молла Сақта жаңа айтып өткендей кітапта жүдә кеңінен берілген жастық балалық дәуірінен бастап берілген қоңырата жасап отырған ажығасының қолында жасағанлығы хақында, сөйтіп бұл Хиуа хандығында оқып отырғанында Арман Бамбери алымменен ұшырасып, сол алымменен бірге еріп барып, сол Венгрияға шығып кетуінің себебі сол Бамберимен ізіне еріп баруы болады. Еріп барған. Енді бұл жерде қабірінде Садық деп қойыпты оны. Садық деп қойып, енді соны қайтыс болғанда Бамбери өзі жерлеген. Бамберидің өзі ұзақ жасаған адам, сол жерлегенде айтуына қарағанда қатты садық адам еді деп, садық сол несін нету мақсатында, садықлығын білдіру мақсатында Молла Садық деп жаздырған. Онда Садық деп жазғанда. Молла Ысақ деп, ояқта да Молла Ысақ деп атпен жүрген. Енді мына Дауыт Қара, бірінші тұрған ұзын бойлы Дауыт Қара алым болды. 15 тілді біледі екен. Біздерде сол несіп жүрді, қарақалпақша сөйлейді, біздің тілімізді анық сөйлейді, анық біледі. Енді бұл Дауыт Қараны біздің Қарақалпақта көпшілік таниды, көп танитылар бар. Бір қанша райоларда болған, көп материалдар жинаған осы Қарақалпақ халқының көркем өнері бойынша. Қарақалпаққа жиен дейсіз ғой. Қарақалпаққа жиен. Анасы Қыпшақ Майлыбалта. Өзі неміс, өзіміз. Келіншегі қырғыз екен. Келіншегінде конференцияға әкеліп өзінің кітабының бір несі болды. Қуанышбайдың қасында тұрған ба? Одан кейін мына неге барғанбыз? Мер дейді, қалалық мер. Қалалық мердің өзі естелікке сұхбатты берді. Хамемске сұхбатты. Сөйтіп ол жерде бір қызға айтып кететұғын неміз музей бар екен. Сол музейге кіргенбіз. Музейде Қарақалпақтың нелеріне ұқсас, сол баяғы ожау қасық деген, һәм мынандай тоқымалар, Қарақалпаққа ұқсас нелердің көпшілігін сөйлеп қойған екен. Сөйлеп көріп, қызығушылықпен көріп өттім. Енді біздердің естуіміз Дауыт Қараның айтып бергені, Ысақ Молла хақында кино істеп жатқан екен. Осы киносы 2026 жыл февраль айында бастай ма, осы биыл келеді, келіп, сол февраль март айларында Хиуада, Бұхарада, Самарқандтағы болған нелер алынады деді. Сол жерде соған қатынасуға келеді. Және бір сол концерт берген жерлеріміз Будапешттің өзінде, үлкен қаланың өзінде болды. Үш жерінде. Одан соң бұл Венгрияның мақтанышы үлкен көлі бар екен. Балатон деген аты. Қыстың күндері онша енді адам сирек болады екен, жаздың күні жүрді, ол жерде адам көп болады екен. Себебі бойында сондай не тұрды, парус дейді ғой, желкон дейміз ғой, қайықтылар. Сондайдан жүдә көп тұрды. Сол күні біздер Балатонның жақын жердегі ауылда, Шопақ деген ауылда концерт бергенбіз. Шопақ деген ауылда. Енді Шопақ деген ауылды сұрап едік. Мен айттым, Шопақ деген біздерде қауымның тұқымы өтсін тап сол деді сол. Шопақ ауыл сол деді. Шопақ ауыл сол жерде мәдениет үйінде сол ауылға жүдә. Енді бұл концерт болып отырғанда халқының сондай мәдениетіне қайыл қалғанбыз. Я бір кіріп шығу, я болмаса тым-тырыс жақсы отырып, сондай диққатпен жақсы отырып тыңлап, қол шапалақлап, бізде концертті тамамлап едік. Қол шапалақлай берді, кейін Дауыт Қара айтты, және қосық айта қойын деп. Сол тамам болған соң 4 қосық айтты қызды. Содан кейін жұмақланды. Сондай жүдә жақсы мәдениеті күшті халық екен.
жақсы біздерді күтіп алды. Жақсы тыңлап, сол сапарымыз juda көңілді болып өтті. Рахмет, табаныңызға сау бол. Şimdi саған табыс болсын. Енді ояқтағы концерттердің бір екшеу жазылып қалған еді, соларды қолдан келгенше астан қойып бағаман.